Мен отбасымнан кеткенім енді бір жақсы бір жолын табам деп ойладым да. Бөлек шығып, бөлек отбасы болып не қылам деп ойладым. И мына ел жұрт жаңағы адам күйеуімнің артынан қудалап атқан қай жер болсын, жұмыс жағынан болса да, бірақ ондай кедергі жасамаса екен деймін. Ешқандай кедергі болмаса екен деймін. Жұмысына да, өзіне де ешқандай кедергі келтіргім келмейді. Зиян тигізгім келмейді ешқандай. Сіз енді Астарлы Ақиқат бағдарламасына барған уақытта осыдан бір 5 жыл алдыңғы болған бір оқиғаны айттыңыз, иә? 18 жыл бірге тұрдыңыздар. Қандай да бір күйеуіңізден бір қатты зәбір көрген кезіңіз болды ма? Шын мәнінде сізді жаңағы қозу қанды депутат деп өмір күн бермейтін бір депутаттың әйел ретінде танып қалдық. Ал ақиқатында Жансерік Мұсаханұлы қандай азамат еді? Жақсы, жақсы, өте мейірімді. Ондайға, енді ондай қызуқанды депутат деуге шілей артық кеткен ол сөзді, ондайға лайықты емес. Енді оны шілей асырып айтқан. Енді шілей ондайға болып тұрдың қажет жоқ еді. Енді менен де қателік кетсе кешіріңіздер. Кешірім сұраймын ел жұрттан, осы бүкіл Қазақстанның отбасыларынан. Енді бүкіл барлық семьяда да осындай қателік болады. Мен де түсінесіздер. Енді мен бар ең нем жол осы деп ойладым да. Осы арқылы мен бөлек шығып, отбасыммен бөлек тұрам деп ойладым да. Басқа амал жоқ болды. Іңкәр бар ел жұрт не ойлайды? Сізді қазір мынау журналист келіп, жаңағы қорқытып отыр, әйтпесе үркітіп отыр, немесе аузына сөз салып осыны айтқызып отыр деп те ойлауы мүмкін ғой, иә? Әркімнің ойы сан-саққа жүгіреді бұндай уақытта. Оны мен негізі мен күйеуіме айтқам. Мен қайтадан не қылып эфирге шығам. Мен сені ақтап алам, мен кешір, мен ондай осындай артықшылық жасап қойдым. Соның бәрін жасап, қайтадан ақтап алуға әрекет жасаймын деп мен өзім айттым. Сосын барып шақырдық. Әйтпесе мен ондай ой жоқ еді күйеуімде. Ондай нәрсе істеймін деп. Просто өзім шақырдым, мен өзім қайтадан істеген ісімді қайтадан түзілуге. Сіз өз еркіңізбен, яғни бізге сұхбат беріп отырсыз қазір, өз еркіммен сұхбат беру. Елде жеке бастың шаруасынан әлдеқайда маңызды мәселелер баршылық. Жеке басты қаралағандарға арнайы заң бар екенін де естен шығармаған абзал. Ал қазіргі кезде отбасылық жағдай тұрақталған. Ана балаларымен өз шаңырағында. Дәл осы кезде партияластар қолдай алатынын көрсетуі керек.